Қайырлы күн, құрметті мен YouTube арнамның көрермендері. Қазір сіздерге мен YouTube арнадан, яғни YouTube'дан жалпы қалай видео көшіріп алуға болады, соны көрсететін боламын. Мысалға, өздеріңізге ұнаған бір видеоның үстін басасыздар, например, зеленый фон. Осы сіздерге керек болды бұл видео. Сонымен сіздермен поделиться деген батырманы басасыздар. Потом копировать ссылку дейсіз. Мысалға, осы колокольчик сізге керек болды. Содан кейін Телеграмның поискіне осы скачать с YouTube деген именно осы ботқа біз скачать жаңағы ссылкамызды жібереміз. Вот қарасы сразу жібереді, қандай качествода қалай скачать еткіңіз келеді. Картинкасын көшіргіңіз келе ма, аудиосын ба, әлде 1080, яғни жоғары качествосын біз скачать етеміз. И все. Мінекей мынандай скачать етіп берді. 3 минуттық видео. Видеоны аяғына дейін көресіздер. До конца загрузка болады. Содан кейін мына жақтан сохранить в галерею деп сақтап аласыздар. Болды. Мүмкін басқа да жолдары бар шығар, бірақ мен тапқан және өзім қолданатын әдіс осы Telegram бот арқылы көшіріп алу. Тек бір ескерту, яғни ол видео, яғни бейнес көшіріп алып жатқан автордың рұқсатымен болу керек. Яғни free download деген сияқты жазылып тұрады, болмаса бесплатная загрузка деген сияқты жазып қояды, бесплатно деп. Сол бейнелерді ғана сіздер көшіре аласыздар. Ал егер де ол автордың құқығымен no copywriting, no copy деп тұрса, автордың егер құқығы болса, ол бейнеге сіздерге кейін автор жалоба жасай алады. Яғни сіздің жасаған еңбегіңіз, салған видеоға ертең YouTube авторский жалоба жіберіп тұрады. Сондықтан да барынша сақ болыңыздар. Ешкімнің ақысына барынша кірмеңіздер, себебі адамның ақысы деген ол өте үлкен нәрсе, кейін сұранысы жоғары, сұрау қиын дегенде.